Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгін біз сіздермен сәбіздің дәрумендері туралы сөз қозғайтын боламыз. Сәбіз адамзат баласына біздің ғасырымызға дейінгі 2000 жыл бұрын белгілі болған. Римдіктер оны дәмді тағам ретінде пайдаланған. Кейін бұл көкөністің ағзаны қуаттандыратын қасиеті белгілі болды. Сәбіздің басқа да пайдалы тұсын біле жүріңіздер. Сәбіз авитаминозды жояды, ағзаның тұмауға қарсы тұруын күшейтеді, зат алмасуды жақсартады. Шикі сәбіз қанның қызыл түйіршіктері мен гемоглобиннің түзілуіне қатысады. Сәбіздің сары өзегі жүрек бұлшық етін шаршағанын басады. Шырынын жүрек инфарктінде ішуге белгілейді. Сәбіздің тор көздемшелері адам бойында холестериннің шапшаң бөлінуіне мүмкіндік жасайды. Сәбізді оттегі және ағзадағы тасқа қарсы пайдаланады. Дәрігерлер сәбіз шырынын жүкті әйелдерге, ой еңбегімен шұғылданатын адамдарға ішуге кеңес береді. Халық медицинасында сәбізді бұрыннан ішек құртына қарсы, қан аздыққа әлсіреуге, ішек қарын қызметінің бұзылуына, құрт ауруының алғашқы кезеңдерінде белсіздікке қарсы ішу ұсынылған болатын. Осы мақсатта сәбізді сүтке қайнатып та жейді. Осымен достар, сәбіздің пайдасы туралы видеомыз өз соңына жетті. Видео сіздерге өз пайдасын тигізеді деген ойдамыз. Өз ойларыңызбен видео астында бөліссеңіздер болады. Келесі кездескенше достар.